Құрметті магистранттар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін 5-ші дәріс Қазақстанның туристік секторында кластер құру перспективасын бағалау. Дәрістің мақсаты мен міндеттері. Дәріс мақсаты Қазақстанда туристік кластер құрудың қажеттілігі мен болашағын бағалау арқылы туризм индустриясын дамытудағы тиімді құрал ретінде кластерлік тәсілдің мүмкіндіктерін ғылыми тұрғыда түсіндіру. Дәрістің міндеттері: кластер түсіндіруінің мәнін ашу және туризмнің ролын түсіндіру. Қазақстандағы туризм саласының қазіргі жағдайына талдау жасау. Аймақтық туристік кластердің анықтау және бағалау. Туризм кластерін дамытуда кездесетін кедергілер мен шешу жолдарын түсіну. Қазақстандағы кластерлік туризмді дамытудың келешегі мен ұсыныстарын ұсыну. Қазақстан географиялық, тарихи және мәдени тұрғыдан туризм үшін үлкен әлеуетке ие. Елдің бірегей табиғи аймақтары, ұлы жібек жолының тарихи ізі, этнотуризм және экологиялық туризмнің мүмкіндіктері кластерлік жүйе арқылы біріктіру қажет. Қазақстанның туристік секторындағы қазіргі жағдайы. Сот талдау жүргізетін болсақ, мықты жақтары: табиғи ресурстардың молдылығы, тарихи және мәдени ескерткіш, ұлы жібек жолының тарихи бағыты, мемлекеттік қолдау, Қазақстан туризм мемлекеттік бағдарламалар. Бұл біздің мықты жақтарымыз. Әлсіз жақтары: енді инфрақұрылымның жеткіліксіздігі, туристік қызмет сапасының төмендігі, маман тапшылығы, цифрлық маркетингтің әлсіздігі. Енді Қазақстан Республикасының территориясы өте үлкен болғандықтан әлем бойынша 9-ші орында, өздеріңізге белгілі. Ал енді осы территорияда тұрғылықты халықтардың шоғырлануында әркелкі. Әсіресе оңтүстік аймақтарда жиі шоғырланған, ал солтүстік және батыс аймақтарда халық шоғырлану өте әлсіз. Сонымен қатар осы инфрақұрылымдардың дамуы әлі жеткіліксіз. Енді еліміздегі туристік объекттер тарихи, мәдени, табиғи объектілер өте көп. Сондықтан енді осы салаларға қызмет көрсету, даму өте әлсіз болды. Сондықтан әлсіз жақ. Маман тапшылығы. Біздің еліміздегі туризм саласында орналастыру орындары, тамақтандыру орындары және фирмалардың барлығын істеп отырған кәсіпорынның барлығы осы саланың теориялық тұрғыда білім, бакалаврлық, кейбіреуінде білімі де жоқ. Сондықтан маман тапшылығы өте көптеп кездеседі. Одан кейін аймақтық туристік кластерлерді үлгілері, перспективалары. Бірінші Алматы кластері тау-шаңғы және экотуризм. Бұған Шыңбұлақ, Медеу, Көлсай, Шарын, халықаралық әуежай, отельдердің, гидтердің болуы. Екінші, оңтүстік Қазақстан кластері тарихи туризм. Түркістан қаласы, Отырар қаласы, Сауран қаласы, рухани жаңғыруға және қажылық туризм. Енді біздің елімізде осы Түркістан, оңтүстік Қазақстан облысында көбінесе тарихи танымдық туризмді жақсы дамытуға болады. Өйткені біздің осы оңтүстік Қазақстанда ежелгі қалалар, туристік объектілер, тарихи мәдени ескерткіштер өте мол кездескен. Оңтүстікте тарихи мәдени туризмді рухани бойынша жақсы жұмыс болады. Елімізде осы мәдени мұра бағдарламасы бар. Бұл мәдени мұра бағдарламасы бойынша рухани туризмді жаңғырту мақсатында көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Үшіншісі, Шығыс Қазақстан кластері экотуризм және агротуризм. Алтай таулары, Марқакөл, Қатон-Қарағай. Астана кластері іскерлік және іскерлік туризм. Конгресс орталықтар, халықаралық шаралар осы біздің елімізде Астана қаласында көптеп өтеді. Мысалы, оған өткен, Экспо 2017 бүкіл саяси шаралар, сонымен қатар діндердің
діндердің тоғысуы, діни конференция, халықаралық осының барлығы Астана қаласында өтеді. Мынадай кластерлік туризм дамытуға мүмкіндіктер өте зор. Ал 5-ші Каспий маңы кластері. Каспий маңы кластері кейбір нелерде Батыс Қазақстан кластеріне осы жағажайын және жағажай және теңіз су туризмін жақсы дамытуға. Бұған енді Ақтау, Кендірлі сияқты объектілерді көрсетуге болады. Құрылымдық элементтері мен функциялары құрылымы, туристік ұйымдар, мемлекеттік органдар, ғылым білім беру мекемелері, инфрақұрылымдық компаниялар, қоғамдық ұйымдар функцияларына туристік өнімді әзірлеу, маркетинг және жарнама, қызмет сапасын арттыру, персонал дайындау, инвесторларды тарту, мәселелері мен шешімдер, инфрақұрылым шаралары, қаржыландыру жеткіліксіздігі, кадр мәселесі, мемлекеттік жеке әріптестердің әлсіз пайдалану, шешімдер, мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларды көбейту, жергілікті қауымдастыруларды тарту, диджитал маркетинг құралдарын кеңінен қолдану, халықаралық серіктестік орнату, кластер қорытындылай келгенде, туристік кластер Қазақстанның туризмін дамытудағы стратегиялық құрал. Кластерлік тәсіл арқылы аймақтық дамуын қамтамасыз етуге, бәсекеге қабілетті туристік өнімді қалыптастыруға, жұмыс орындарын ашуға және инвестор тартуға жол ашады. Ал енді осы еліміздегі дүниежүзілік туристік ұйымының зерттеу бойынша біздің еліміздегі туристік потенциал Қазақстан Республикасында 9 кластер ашуға мүмкіндік береді. Ал енді біздің елімізде әзір 5 кластер жұмыс жасап тұр. Біздерге осы сабаққа дейін бүгінге де сіздерге толық түсіндірдік. Біздің еліміздің жалпы жер көлемі, географиялық мүмкіндігі өте зор. Біздің елімізде 2.724.000 шақырым, батыстан шығысқа дейін 3.000 км, оңтүстіктен солтүстікке дейін 1.700 км. Осы ұлан-ғайыр аймақта 5 үлкен тау сілемі бар және 48.000-нан астам үлкенді кішілі көлдер бар, 85.000-нан астам үлкенді кішілі өзендер бар. Ал енді осы біздің еліміздегі әкімшілік бөліністерінің өзі 17 облыс, үлкен қала және 5 экономикалық ауданға жіктеледі. Осы біздің еліміздегі туризмді дамытуға өте мүмкіндіктер зор. Ал біздің елімізде туризмнің танымдық туризм болсын, іскерлік туризм болсын, экологиялық туризм, аграрлық туризм, емдік сауықтыру туризмі, сонымен қатар ғылым білім туризмі және де басқа да туризм түрі әуелі мысалы біздің Қызылорда облысында Байқоңыр станция, осы жерде ғарыш туризмін дамытуға да мүмкіндіктер зор. Сондықтан осы біздің еліміздің табиғи потенциал мүмкіндігін зерттей отырып, басқа да жақсы кластерлерді қалыптастыруға болады. Ал енді біздің еліміздің шығысында Алтай таулары, Жетісу алатаулары, Алатауы, қазақтың ұсақ шоқылары, Тянь-Шань тау сілемдері, сонымен қатар Маңғыстау таулары бар. Соның батыста Орал тау сілемдерінің біздің елімізде Мұғалжар тау бөлігі қарайды. Сондықтан осы аймақтарды пайдалана отырып, біздің елімізде туризмнің көптеген талдау жасауға зерттеуге болады. Сондықтан осы кластерлерді қалыптастырып, әр салада, әрбір облыста бірден-бір кластер құруға біздің потенциалымыз, мүмкіндігіміз зор. Сондықтан біздің елімізде әлі болашағы зор. Өйткені біздің еліміздегі туризм ол сұранысқа енді ие болады. Өйткені біздің еліміздегі табиғи мүмкіндік ол басқа жерлерде қайталанбайды. Мысалы Еуропадағы, басқа оңтүстік шығыс Азиядағы немесе Америкадағы туризмдер, олар адамдар бір көргеннен кейін қажеттілік көбейтеді. Біздің еліміздегі экологиялық туризм, табиғатты бүгін барып ертеңде тағы да барып көруге